Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біздің билік мынау хайуаннан да қатыгез, хайуаннан жауыз деп айтайын деймін. Бәріңіз білесіздер, хайуан мынау қасқыр болсын, басқа болсын, өзінің қасқырын ешқашан өлтірмейді. Қайта басқа жақта басқа біреу хайуандарды өлтіріп, малдарды өлтіріп, өзінің қасқырларын әкеледі. Біздің билік 36 жылдан бері өзіміздің қазақ халқының байлығын өзінен қызғанып, сөйтіп әркімге таратқызып, талам-таражы қылып, өз халқын кедей тұрсын, өз халқынан өзі қызғанып, сөйтіп бір халық ауыз ашса, атып өлтіреді, қинап өлтіреді, түрмеге тығады. 2011 жылы Назарбаев талай қазақтарды қырды Жаңаөзенде. Тоқаев 2022 жылы қазақтарды талай атты. Ресей жақтан шақыртып орыстарды сөйтіп атты. Сөйтіп қазақ халқын өзін тонап, қызғанып байлығын Америка, Ресей, Израиль, Өзбекстан, Шодиев, Ким, Цхай, Ибрагимов, Мұталип дегендерге жегізіп, өз қазақ халқын әбден кедей ұстап, сөйтіп не қылып жатыр. Неменесін, қандай хайуанмен халқын, өз қазақтың халқын тонап, Қазақстан халқын өзін жағынан сәл бас көтерсе өлтіріп, түрмеге тығып, не қылып жатыр. Бірақ сол қазақ халқының байлығын шет жаққа беріп, сөйтіп соларға жағымпаз болу үшін, соларға өзін қу басын, өзін тек қана не үшін, жағу үшін осындай байлығын бәрін беріп, ешқандай егемендіктен бүйтіп практически айтқанда айырып, сөйтіп істеп жатыр. Мейлі мемлекет ол менің күмәнім бойынша ол белгілі халықтың жауы дейік. Халық үшін, халық, өзіміз халық. Мысалы, өзімізді мысалы сол халықтың мемлекетін сөзін сөйлеп жатқан адамдарды сол халық ішіндегі мынау оңбағандар, сатқандар, тетушка дейді ғой, бір айлық үшін, бір немене үшін, похлебка үшін өз-өзін жамандап, ит деп отырады. Мысалы, өткенде пост шығарды мынау немене туралы, Аким Сатыбалды туралы. Қалай олар мені қинап, алдынан ала дайындалып, орысша айтқандай, группа лиц по предварительному сговору покушение на убийство жасағысы келді. Алдынан ала дайындап, бәрін не қылып, елін бәріне күліп отырып, сөйтіп не қылды. Хайуанмен айырмашылығын айтамын да, қарасай, ешкімге білдіртпей деген. Соны сотқа бердім. Сотты бәріне белгілі 3 ай созды. Соттың өздері де тексерейін деді. Жақсылап, мүмкін бұйрық берген шығар, жақсылап тексер, мұқият тексер, жетейік, көз жеткеннен кейін 3 ай өткізді, сөйтіп Акимді аман алып қалды, жауапкершіліктен. Қасындағы горздравтың бастығы бар, басқа исполнительдер бар, мені мәжбүрлеп, сенде фальсификация жасап, мен документтерімді рак почки деп, рак болмаса да, лапароскопия жасатқызбай, сөйтіп, ойбай, саған 2 апта қалды өмірің, сені 2 аптада не қылмасаң өлесің, ол былтыр август 25 жылы болған. Сенің миың ауырады, видеода көрсеттім ғой соны, жүрегің ауырады, сүйегің ауырады, өкпең ауырады, тартпай, сен не қылмасаң, осы давай жазылып, 100% керек операция керек екен, соны видеодан көрді. Дәлелдерім қағаздарды видеода шығардым. Соттың мен айтқан, вы покрывайте убийц деп айтқанды да көріп жатыр. Мені қандай аузына келгенін айтып, боқтап, саған не керек, сен кімсің? Аким деген біздіңкі әділ, Алматын қалай көтерді, қазақи қылып жатыр. Іскер Аким, сен тілін кесу керек, саған жындыханаға тоғу керек, сені соттау керек, қамау керек сені деп, осындай неше бір унизительный айтып жатқан өзіміздің азаматтар.
комментарийда. Соны айтамын мен, қалай болса, іш болса тартылып не қылмайсыңдар. Баяғы СССР кезінде, мысалы КГБ, осындайларда қара списокке не қылады. Мынау қазір титушка дейді ғой, титушка жаңағы не дейді мынау, боты дейді. Солардың бәрін жаңағы қара спискке соғыс болса, бірінші очередь оларды алып тастайды. Нақты сен өзі халқын, өз неменеге сатып отырған адам, соның қарсысына қарап отырған, қараптан қарап, ондай болмаса да, сөйтіп жала жап отырған адамды сөйтіп ат тастайтын еді. Сонда қалай біз көгереміз мемлекет? Қалай не қыламыз? Мен немене өзіме не қылып жатырмын ба? 26 жылдан бері 2013 жылы мысалы Қасымбеков, завканцелярия Назарбаева приглашение не қылды, өзің проблемаларың болса келіңіз дегендей подетіп. Бардық Астанаға балам. Сонда министр бәрі айтып отыр, сен бүйтіп айт, сен любой қасыңа алады Назарбаев. Сен уже біледі барлығы не қылады деп. Сонда ешқандай не кесіп айтып ұрсып тастадым құдайға. Оны қасында адамдар болып служить. Зорғадан жеттік сол күн немде. Сонда мысалы айтып, ой, Назаров, сіз великий президент, баяғыдан президент нормальсыз, бит не десең, уже қасына алатын едім, мүмкін, как минимум әкім болатын едім. Мысалы, ондай не алған жоқпын ғой. Сонда мен ішіне ойламайсыңдар, іш болса тартылып жазып, бүйтіп шли жаман жазбай, сорлы деп ішіндегі жазып жатыр. Бір жерімді қыс деп, міне оқыңдар. Ішіндегі жалғыз бір комментарий бар, мынаны оқыңдар, соны өздерің оценка беріңдер, солай болып отыр. Мысалы, басқа мемлекетте болсыншы, сол сот болып жатқанда әкім туралы немене СМАС Алматы дейді ғой, сол жерде КНБ полицияның бандиттері, МВД КНБ бандиттері, Саденов, Сағынбаевтың бандиттері келіп түнде 9-да тарсылдатып есікті аш, айтпесе қазір 2-ақ сұрақ қоямыз деп, сөйтіп есік ашып ек, сұрақ қоймай, ішіне кіріп кетті. Қандай оймен? Өлтірумен ба? Жоқ, қандай оймен кіргісі келеді? 3 сағатта сөйтіп дүрілдеп жүрді. Бір адам шығуға қорқады, не қылуға. Сөйтіп кетті, ешқандай повестка, ешнәрсе бермей, енді соны бүкіл МВД, мына департамент полиция Алматы барлығы ешқандай нарушение жоқ деп не қылып жатыр. Өрде құрғанда 2 статья. Оны көрді. Бас салып көреді. Мына комментарий солды да видео болған. Видео болғанда айтқаным адвокатта, мен құқығын қорғайтын адвокат ешқандай маған көмек бермей сөйтіп аналау мен оппоненттеріме Алматы акиматқа фарм контроль соларға подыгрывать етіп, сол күні күндіз кездесетін жерде кездесіп, бір қара жиппен келді, қасында бір чмо бар, кешіңіздер, бір КМБ ма сондай. Сөйтіп машинаға отырдық, үндемей кетіп барды. Қаяқ біртсің, үндемейді, сол имитация похищение жасап жатыр, намек беріп жатыр. Сен ұрлап кетеміз, немене қылсаң, баяғыдан ақ десең, 2010 жылы сондай болған, баламды машинаға ассалаумағалейкум деп қолын берген, аманда сөйтіп амандасқан қолынан ұстап, артынан 2-3 жігіт итеріп машинаға салып кетіп бартқан кезінде балам жестко удар жасаған бол, молодец, бұрын алдында ұрсатын емес, сен маған ұқсам, маған ашылып ұстап кеткенсің деп. Кейін не қылып еді, ана біреусі жағысынды кейін айтып жүр. Есік ауырғаннан ашты, сөйтіп алысып, төбелесіп, үстім бәрі шаң-шаң қанқан, сөйтіп құтылды. Айтпесе, отбиваться етпегенде, ушел из дома и не вернулся. Соған енді не қылып жатқаны ғой намек. Түнде келген, КНБ-ні ұрлап кетеміз деген, соның бәрін көріп тұрып, сот сондай өзіне қарама қарсы алдында шығарған соттың шешім аяқ жағында шығарып,
Алматын әкімін аман қалдырып, жауаптан аман қалдырып, жаңағы екеуін. Неғылғанда да көріп, осындай сөздерді неғылып жатыр. Жаман сөздер. Сонша кішіне тарт, сол әкім деген біздің, анау баяғыда немнеде Россия Наполеонмен француздармен кеп қалғанда орыс әскерлер кеп жаңағы мәжбүрлеп қазақтарды апарып сояққа соғысқа тығатын емес. Қазір Украинада тықыс келіп жүр ғой технично. Сөйтіп не алған еді, батырымыз шыққан, аты ұмытып кеттім. Сол адамдар жинап қарсы шығып, соларға соғысып, ұрып, Ресейдің басқалар быт-шытын шығарып, не алып келгенде, сөйтіп қасындағы туысқандары бар, бақасында қазақтар бар, түнде ұйықтап жатқан жерін ұстап алып, қол аяғын бұрап, орыстарға беріп жүрген. Ресей немелерге. Түсіндіңіздер ме? Әне керек болса. Сондай болып тұр ғой қазірде. Сонда не ол сонда? Өз-өзіне қалай дамимыз біз, қалай біз егемен боламыз, қалай мемлекет боламыз? Мына жақтан мемлекет билік сатып, Өзбекстанға ашық колония қылып біздікі, Ресейге колония қылып, біздің еш нәрсе жоқ қой қазір, мысалы. Әкімді айтады, ой, іскер әкім бола алмадым, бүйтіп жүрді, сөйтіп жүрді, бүйтіп жүрді дейді. Ол әкімді мен, мысалы, айтайық мысалы, мысерде Бауыржан Момышұлына біздің батырымыз бар. Соның тұрған үйінің табличкасы бар. Таблицасы тұратын Бауыржан Момышұлы. В этом доме последние 3 года своей жизни, с 79 по 82 жил Бауыржан Момышұлы. Но, к сожалению, здесь мы ни одного намека не увидим того, что он здесь жил. Хотя здесь есть табличка, друзья. Вы видите эту табличку? Она находится вон там, вон там. К сожалению, эту табличку никто не видит. И, может быть, сегодня, как раз-таки в День Победы, люди, которые проходят мимо этого дома, могли бы это увидеть, остановиться, цветы возложить, да? Но тоже этого не могут сделать, потому что никто не знает и никто не видит этой таблички. А чтобы увидеть, друзья, вы мне скажете спасибо. Вот как я это увидела. Посмотрите здесь. Этим видео я хочу обратить внимание на эту проблему. Мы не должны так обращаться, мы должны с уважением относиться к нашему герою. И чтобы эта табличка, которая там осталась за коммерцией, вывели на видное место, чтобы каждый человек, который будет проходить мимо, мог остановиться и прочитать. Вот как должна выглядеть табличка. Это полностью коммерция, да? И здесь вот вывели табличку на видное место. Современная, с фотографией. Табличка нашего героя не должна оставаться за коммерцией. Это очень низкий поступок. Давайте вместе поднимем эту тему, чтобы быстрее решили. Әкім оған мән бермей, Бауыржан Момышұлы біздің немнеміз ғой, батырмыз. Оған қазақ тілін, қазақ намысы күшті болған екен Сталин батырлық берген жоқ, ұлы отан соғыстың. А міне жақта 9 майда мынау мен ішіндегі орыс мен пікірім күмәнім бойынша шовинистік қазақтарды менсінбейтіндер өтіріктен 9 майдың деп біз не қылу керек, Георгиевский лентаны байлап алып, сөйтіп мына жақта көшет лық тола. Бізде 200 қазақ жиналса апап қамап тығып қояды ғой. Біреумен сөйлесіп тұрсам, мен біреуге шығып, қалада сөйлесіп шығып тұрсам, жүгіріп келеді қасымызға. Түсіндің бе, біреумен танып өткен. Сөйтіп қасына тұра, шайтан сияқты, жердің астынан шыққан сияқты, түсіндің бе, аңлығанда табу. Не деп сөйлеп жатыр, не деп әңгіме қылып жатыр, қасында бүйтіп соткасымен тұрады, түсіндің бе, не қылып келгенде. Ана жерде мыңдаған адам шығып, сөйтіп, міне площадьтен өтіп, мынау 28 панфиловцы, мен күмән бойынша, пікірім бойынша, Панфилов, ана Буденныймен бірге талай қазақтар, қарсы шыққан қазақтар қырған, мынау. Соң паркіне не алғанда, сөйтіп, солармен бірге гүл қойып отыр, Панфиловтың алдына. Өздерің ойлаңыздар. Алдында сөйтіп, өңкей орыс азаматтарды отырып қойған кісілерді. Участникті қазақ құрып қапты ма? Дорогие алматинцы, уважаемые ветераны, мы гордимся именами героев войны, доблестным поколением победителей. И наш священный долг — хранить память о тех,
олар көреді, біледі, мен орыс халыққа ешқандай не қылмаймын. Бірақ біздің билік сол орыс халықты бізге не қылып жатқан, шағыстырып жатқан. Түсіндіңіз ба? Орыс халықты да біз халықты жағы, оларды жағы жетіп жүрген жоқ бүйтіп қарасаң. Бірақ бұл жерде жағы немене Ресейдің айтқан өзін жағымпаздық жасап жатыр. Күні қазақтарды мынандай адамға санамаймын, не жетіне, оның үстіне іскер дейді. Іскер қай жерден не қылады? Қазақи бәрін көрсең жағы кафеге шейін бәрі орысша жазылып тұрған. Плов дейді, кафе плов дейді, узбекский плов деп қояды. Бәрі орысша жазылған, қазақша бір ауыз сөз жоқ. Менюсында да орысша, қазақша жоқ. Сонда ма не қылған? Қазақша жауап беріп жатса орысша жауап береді, қазақша сұрақ қойса орысша жауап береді, қазақша сұрақ қойса орысша жауап береді. Бұл тотальный русификация болғанда не бұл? Су мәселесі. Жоғары этаждарға напор су жоқ. Су болмайды. Насостық станция бар біздерде. Бірақ ешкімнің балансында ол жоқ. Сол мәселесін шешіп берсеңіз бізге. На баланс когда примете? В течение недели. А почему по сегодняшний день не приняли на баланс? Потому что она разграбленная, там оборудования нет. Хорошо, кроме него другой насос есть. Он принят у вас на баланс? Она вторая на балансе, но Кент-1, она жалоб нет. Но вопрос такой, хозспособ надо будет вашим силам восстановить это все. Надо вникать на стадии проектирования, вот эта проблема. Потом каждый раз, когда мы на таком совещании, вы говорите, из 500 домов... Қалада көрсеңдер бәрі орысша жазу. Ресейде жүргендей боласың. Мына Алтын Орда базарды білесіз ғой адамдағы. Күніне миллиардтаған теңге табады. Сон владельцтері. Сонда жаңа алдындағы мыңдаған адамдар күніне кетеді. 40 градус ыстықта күннің астында тұр автобус. Сонда ешболмаса времени болса да басқа остановканы қойса болмай ма? Біз дамыған мемлекет дейді, Израиль, басқа жаққа барыңызшы, айдалды остановкада кондиционер тұрады сумен ағып. А мына жерде үстінен жаңа басық не қоймаған. Сол ма жаңа іскер дегендер? Мынау міне жақтан жаңағы қалада көрсең бәрін қасып тастаған плитканы ауыстырады. Былтыр февральда көрдіңіздер ғой, августта ма, майдан бастап онки плитканы ауыстырады. Ол плитка жаңа плитка жаңа немнен ауыстырады. Іскер. Қазақи деген осы ма? Өзіміздің қазағымызды не қылып, осындай не қылып істеген. Мына жерде мысалы басқа мемлекетте бас прокурор, басқалар бәрі мына видеодан көріп тұр. Түнде анау полициялар келген, жағы басқа кенбелдер не қылған. Мынау обвинение жағы мен айтып жатырмын сотқа, вы дейді покрывайте убийцу деп не қылып жатырмын. Ешқандай тексеріс болып жатқан жоқ. Расследование болып жатқан жоқ. Жалғыз аяқта біреу бір нәрсе қазақ айтып қалса, дереу жағы біреу орыстың айтып еді анау жағы журналистке. Мені бүйтіп айтты, мені бүйтті, дереу қылмыстық іс не қылып, возбуждать етіп, соны расследование жасайды. А мына жерде Аким, бір қала, столицын Аким, ол подозревается жағы покушение, группа лиц по предварительному сговору, өте ауыр қылмыс ол. Ешкім демей отыр. А сен угроза, өлтіреміз, бүйтеміз, сен аузыңды ашпа. Не қыламыз, саған керек болса балаң екеуіңізді өлтіреміз деп не қылып жатыр. Басқа мемлекетте болса, Америка, Қытайда болса, баяғыда бұл сатып алды. Мен пікір күмән бойынша кінәсі дәлелдеп жағы электрический стулға отырғызып, қинап, майын ағызып жағы өлтіретін еді. Басқа мемлекетте. А бізді тырп еткізбей отырады. Осыдан кейін қалай не болады? Оның бәрі мейлі қылмыс, билік жағы, осындай жағы, халық жағы не қылуға болады. Ана өзіміз халқымыз, мен немене, өзіміз үшін не қылып жүрмін бе, 26 жылдан бері,
өзі халықтың жаңағы коррупция, казнократство, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп сын айтып жатыр. Любой время өлтіріп кетуі мүмкін. Қанша раз апарып қинаған көн бұлар. Азаңыз 2 марта скорый шақырған. Басқаларды айтсаң 1-2-3 қағаз жетпейді қанша қылмыс жасаған. Сол немене мен осы Қазақстан, қазақ халқы жаңағы не қылсын, коррупция болмасын, егемен мемлекет болсын деп шырылдап жүрміз ғой. Білем, любой время жаңағы керек болса осы пост үшін қылмыс жасап жүріп, апарып қинап өлтіріп жіберуі мүмкін. Бірақ айтып отырмын ғой даже, кішкене тартылып жаңағы бізге айналып кеткен қазақ елім. Сөйтмей алмайсыздар ма? Комментарий айтқанда. Ұялмайсыңдар ма? Соншама ана жерде көріп тұрып немнен мені басып жаңағы жерімен әбден не қылып жаңағы біреу бір қайдағы бір немнемен сияқты жамандап жаңағы қорлап жаман сөздермен не қылып жатсыңдар. Бірақ енді мынау сайлау келе жатыр, енді сайлау қалай өтетінін білесіздер. Одан кейін не қылған кейін өздерің жаңағы уже бізде шанс жоқ. Жаңағы біз қазір егемен деп ешкім айта алмайды. Егемен болмағанда и болмайды да. Бүйтіп отыра берсеңдер өзімізге шауып, өзіңдегі кішкене халықтың сөйлеген адамдарын өздерің жағы осындай жағы қол аяғын байлап жағы жауларына беріп отырсыңдар. Осы жерде айтылған менің пікірім, көзқарасым, болжамым жағы күмәнімді өздерің көзқарастарыңды қалдырсаңыз.